Сәлем, достар. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын, бірақ бәрі жеңе бермейтін бір үлкен мәселе туралы сөйлесеміз, жалқаулық. Егер сен кейде ештеңе істегің келмей, жоспарларын кейінге қалып, уақыттың босқа өтіп жатқанын байқасаң, бұл видео дәл саған арналған. Жалқаулықты жеңудің 5 жолы. Жалқаулық бұл жай ғана еріншектік емес. Көбіне бұл қорқыныш, мақсаттың жоқтығы, немесе энергияның жетіспеуі. Сондықтан оны жеңу үшін тек өзімді мәжбүрлеймін деу жеткіліксіз. Нақты жүйе керек. Бірінші, кішкене қадам әдісі. Көп адам бірден үлкен нәрсе жасағысы келеді. Мысалы, бүгіннен бастап өмірімді толық өзгертемін дейді. Бірақ ми бұндай үлкен мақсаттан қорқады. Сол үшін сен бәрін кейінге қалдырасың. Шешім кішкентайдан бастау. Егер кітап оқығың келсе, бірден 50 бет емес, 2 бет оқы. Спорт бастаймын десең, 1 сағат емес, 5 минут жаса. Жұмыс істегің келмесе, тек 10 минут істеймін деп баста. Көп жағдайда сен бастасаң болды, жалғастырып кетесің. Ең қиын нәрсе бастау. Екінші, 5 минут ережесі өзіңе былай де. Мен тек 5 минут істеймін, сосын тоқтасам болады. Бұл әдіс миға қысым түсірмейді. Себебі сен үлкен міндет алмайсың. Бірақ қызығы, 5 минут өткен соң сен тоқтағың келмейді. Өйткені сен процеске кіріп кетесің. Жалқаулықтың ең үлкен жауы әрекет. Кішкентай болса да. Үшінші, телефон мен әлеуметтік желіні бақылау. Қазіргі заманда жалқаулықтың басты себебі телефон. TikTok, Instagram, YouTube уақытты байқатпай жеп қояды. Сен шаршадым деп ойлайсың. Бірақ шын мәнінде сен тек миыңда арзан дофаминмен толтырып тастадың. Шешім. Телефонды жұмыс кезінде басқа бөлмеге қой. Қажетсіз қосымшаларды өшір, белгілі уақытқа ғана қолдан. Егер сен уақытыңды бақыламасаң, ол сені басқарады. Төртінші. Нақты мақсат және жоспар. Көп адам жалқау емес, ол жай не істеу керегін білмейді. Бай болғым келеді, бұл мақсат емес. 3 айда 300 000 теңге табамын, нақты мақсат. Мақсат нақты болғанда ғана әрекет пайда болады. Күн сайын не істеу керегенін жаз. Жоспарсыз адам, бағытсыз кеме сияқты. 5. Тәртіп және әдет қалыптастыру. Мотивация уақытша. Бүгін бар, ертең жоқ. Ал тәртіп сені алға апаратын күш. Күн сайын бір уақытта тұру, белгілі уақытта жұмыс істеу, өзіңе уәде беріп, оны орындау алғашында қиын болады. Бірақ уақыт өте бұл әдетке айналады. Сол кезде сен жалқаулық туралы ойламайсың да. Қорытынды. Жалқаулық сенің жауың емес. Ол тек белгі. Белгі сен шаршадың, қорқасың немесе нақты бағыт жоқ. Ең бастысы күтпеу. Мотивация келгенін күтпе. Дайын болуды күтпе. Бастай бер. Кішкентай қадаммен. Бірақ күн сайын. Сонда сен өзіңді жеңесің. Егер осы видео саған пайдалы болса, лайк басып каналға тіркел. Ал сен жалқаулықты қалай жеңесің? Комментарийге жаз.